Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздермен қонақтардың көңілінен шыққан өте дәмді, сочный, мақтан жасалған десертпен бөлісемін. Міндетті түрде сақтап алып, жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Ең алдымен сироп дайындап аламыз. Ол үшін бізге су және қант қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып, отқа салып, 15 минуттай қайнатамыз. Осылай сарғайып, кішкене қоюлануы қажет. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын 250 грамм сұйық май және 250 грамм сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын араласқан қоспамыздың ішіне ұн және манная крупаны салып, жақсылап оны да араластырамыз. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Енді разрыхитель мен макты қосып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Сосын оны көп ұстамаймыз, өйткені көп ұстасаңыз мак ісініп, астына немесе жоғарыға көтеріліп, қамырлардың арасына араласпай қалуы мүмкін. Сол үшін бірден пешке салып пісіріп аламыз. 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Ол сіздің пешіңізге байланысты, өзіңіз контроль жасап отырасыз. Бисквитіміз піскеннен кейін пештен алып, ыстық күйінде суытпай, алдын ала дайындап қойған сиропымызды үстіне құйып шығамыз. Сиропты құйып болғаннан кейін міндетті түрде 2-3 сағат тұруы қажет. Өйткені мак пен манная крупа ісінеді осы сироп арқылы. Енді кремін дайындаймыз. Қаймақ пен қант ұнтағын салып, миксермен орташа жылдамдықта қоюлатып миксерлеп аламыз. Енді кремді бетіне тегістеп жағып шығамыз. Дайындап болғаннан кейін 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Десерттің кесілгеннен байқалып тұр, өте жұмсақ, сочный екендігі. Міндетті түрде сақтап алып, отбасыларыңызды ерекше тәтті десертпен жасап беріп қуантыңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.